Nestaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Arapçada zelzele suresi deb atasa, Қазақша mealde, yani Қазақшаның переводын сіздерге мына Құран газеттен беріп жүрміз. Көріп тұрсыздар, зилзал suresi деп айтыпты. Зилзал деп, ал біздің мына тәпсірлерге келетін болсақ, бұл жерде қараңыздар, зәлзәлә деп беріліп тұр. Бұлай берілу себебі екеуі де осы зәлзәлә деген етістіктің мастары болуы. Біздер зилзал деген түрін алсақ, жаңағы тәпсірде зәлзәлә деген түрін алғандығы дейік. Енді сүреміздің сөздерімен аят-аят кетуге тырысамыз. Нестағиду билла. Иза деп сөйлем тағы басталып тұр. Иза зулзилатил арду зилзалаха. Садақаллахул азим. Зәлзәлә деген етістігімізде жаңағы бәсара, уәсуаса сияқты төрт әріптен құралатын етістік. Алайда бізде ырықсыз түрінде келіп тұр. Сондықтан фуалила деген формулада, оны жаңағы неде бергенбіз. Фуалила зулзила, сілкіндірілген кезде. Біз айтамыз, жер сілкінді дейміз, қараңыздар, сілкінді. Ол осы етістіктің тәзәлзәлә деген басына тә қосқан бабымен айтылады. Ал біздер өзі сілкінді дейміз, оны Аллаху Таала сілкіндіріп тұр ғой. Аллаху Таала сілкіп тұрғандықтан сілкіндірілген, мысалы сілкіндіріп қозғалған, жер сілкіндіріп емес, діріліп қозғалған десек, тағы бір сілкіндіріп, бізде ырықсызды мына жерде беріпті, қозғалған сәтте деп. Қозғалған деген мағынаны беруді мына зилзал сөзін айту үшін беріп тұр ғой. Негізінде бұл жердің иғрабына келеміз, мағынаны күшейту үшін келді. Зулзила. Екі түрлі мастары бар. Зәлзәләтун, зәлзәлә деп қазақшада да қолданып жүр қазір. Зилзал. Екеуі де осы сөздің мастары. Ардун сөзі жер дегенді білдіреді. Жер беті. Қазақшада жер. Аяттың өзіне келетін болсақ, біз жаңа неде де айттық, негізі Аллаху Таала ғой қозғап тұрған жерді. Егер де нормальный өзіміз әшейін Аллах жерді сілкіндірді дейтін болсақ, біз зәлзәлә деген ырықсыз емес, нормальный етістікті қолданатын едік. Зәлзәлә. Алла қозғады, сілкіндірді. Кім? Аллаху. Нені? Әл-арда. Әл-ардамыз біздің мәфул бихи, толықтауыш. Алайда етістігіміз ырықсызға айналғанда әл-арда уже не болып кетеді? Қаракаты дамма болып кетеді. Өйткені бастауышқа айналып кетеді. Сілкіндірілді жер. Қазақша жер сілкіндірілді. Алайда басына иза келген кезде не деп аударамыз бұны? Басына иза келген кезде. Иза келсе, яғни осы болса, арғарай осындай болады деп. Иза болса деген мағына. Я да кезде. Егер жер сілкіндірілсе, немесе сілкіндірілгенде, дірілсе, немесе сілкіндірілген сәтте деп аударады. Сонда өткен шарттың өзі изаға байланысты. Осы шақ және де шарт немесе уақытты білдіретін сөйлем түрінде аударылады. Әл-арду наибу фәғіл. Фәғіл деп айтпаймыз. Фәғілдің орнын басатын сөз болғандықтан наиб, мешіттеде наиб имам деген сөзді естіген боларсыздар да. Наиб имам деген сөз имамның орнын басатын кісі деген сөз, орын басар. Сонда әл-арду фәғіл, Аллахтың орнын басып тұрды. Яғни лафзатуллахтың, яғни етістік ырықсызға айналғандықтан бастауыштың орнын басып тұр. Лафзатуллахтың демейік, бастауыштың орнын басып тұр. Әл-арду. Ард сөзі дөңгелек тасы болмаса да әйел тегіндегі сөз болғандықтан етістік муаннас түрінде келіп тұр. Негізі зулзилат, қыздар, сукунды т. Алайда мынау сукун, мына жерде де сукун, екі сукун қатар келмейді арабшада. Сондықтан кесраны қоя отырып, зулзилатил арду деп қосып отырмыз. Зулзилатил арду. Тәпсіріне қарасаңыздар, иза хуррикат.
Hareketten gelip tur. Hareket ettirilse, el ardu. Қалай hareket ettirilse, енді қалайына келейік. Біз өткенде айтқанбыз, кез келген етістіктің мына жерді алайық. Сол етістіктің мастарын алып, мастары зилзал, қараңыздар. Мәнсуб ретінде қоятын болсақ, ол етістіктің мағынасын күшейтеді деді. Кеше айтқан болатынбыз бұны. Зилза лән дейміз. Қараңыздар. Бұл мәфул мұтлақ. Ал бұл жерде сол зилзаланға еще жерге қайтатын замирді де қосып тұр. Зилза ла мансуб өйткені мәфул мұтлақ, мәфул бихи емес. Күшейді білдіріп тұрған жоқ. Етістіктің қалай жүзеге асып тұрғанын білдіріп тұр да, мағынасын күшейтіп тұр. Жер сілкінді ме сілкінген кезде, яда жер сұмдық сілкінген кезде, яда жер нақты сілкінген кезде, негізінде бұл мәфул бихи, мәфул мұтлақ литтәкид дейді. Тек қана мастар келген кезде, яғни мағынасын міндетті түрде сілкінген кезде дейік. Сонда міндетті түрде нақты сілкінген кезде деген мағынаны білдіреді. Мәфулун мұтлақ болған сөздер. Бұлар да табыс септігінде мәнсуб түрінде келеді. Сондықтан мына тәпсірінде де дәл мынаған ұқсайтын, бірақ мағрифе ретінде беріпті. Әт-тахрика әш-шадида депті. Неген әлләзи деп сыпат беріпті. Негізі бұны тахрикан шадидан, жер қатты сілкінген, әрекет еттірілген кезде. Қалай әрекет еттірілген кезде? Әлләзи яхдусу лаха яумал қияма. Яғни қиямет күні жер қатты сілкінгендей сілкінген кезде деп сөзбе-сөз аударып тұрмыз да, алайда біз оны қысқаша қиямет күні жер қатты сілкінген кезде деп қысқаша да айтуымызға болады. Ирабына қарайтын болсақ, изамыз зарф, бұны бұрында да біз ираб жасағанбыз Наср сүресінде. Біз қысқартамыз, мына ұзақ келіп тұр ғой. Зарф лима юстақбал мина заман, келе шақты білдіреді. Мутадам мен қамтиды мәғна шарт, шартты да қамтиды деп келеді да, бұны алып тастай салайық. Мәбни, өзгермейтін сөз, бұл жерді алып тастаймыз. Ненің орында тұр? Фи мәхлин насып. Өйткені зарф деген уақытты білдіретін сөздер де арабшада мәнсуб. Мутааллиқ бе тәхдүс. Тәхдүс деген етістікпен байланысты болып тұр дейді. Ол түсіп қалған ғой әрине. Вақила иза ли муджаррад az-zarfiyya, кейбіреулер бұны тек қана зарфты білдіреді десе, кейбіреулер жоқ шартты деген екен. Біз ондай көп өте терең неге кірмейміз. Негізі мәфул бихидің орында тұр дегенде узкур иза зулзилат деген мағынаны білдіреді дейді. Ирабтарда неше түрлі алимдердің пікіріне қарай түрлі бере береді. Зулзилат фи'лун мадин, мәбни өзгермейді. Лима лам юсамма фа'илу, фа'ила айтылмаған етістік деген ғой. Фа'ила айтылмаған деген сөз ырықсыз деген сөз, алып тастаймыз. Уахуа мәбни, бүкіл өткен шақ етістіктер мәбни, соңғы харакаты фәтха болғандықтан фәтх дейді. Оны да біз қазір айтып жүрген жоқпыз, сондықтан алып тастап жатырмын. Тәміз мынау. Плюс та дегеніміз харфу тәнис, тек қана муаннастықты білдіріп тұр. Әл-арду наибу фа'ил, жаңа айтқан болатынбыз, фа'илдің орнын басатын сөз, сондықтан мәрфу бидамма. Зилзалаха деген кезде екі сөзден құралып тұр. Зилзала плюс ха. Зилзаламыз мәфул мұтлақ. Жағы етістіктің қалай жүзеге асқанын сол етістіктің мастарымен сипаттап тұр дейікші. Мәнсуб біл фәтха. Ха деген замиріміз мәбни аля сукун фи мәхәлі жәрі мұдафиле. Бұл сөйлеміміздің өзі болатын болса, изафеттің орнында, мұдафилектің орнында тұрғандықтан изадан кейін фи мәхәлі жәр болады. Бұл баста иза зулзилат деп басталғандықтан ибтидаия, яғни өзі жеке тұрған бастауыш сөйлем, ла махалла лаха минал и'раб. Бұл түсінікті ме қыздар? Ва иза зулзилатил арду зилзалаха. Келесі аятымыз, ырықсызды түсіндіңіздер ме қыздар? Өткен сүреде де бу'сира зулзила деген кезде ырықсызды білдіріп тұр. Бастауыштары айтылмайды. Не сілкінді, не шығарылды деп айтамыз. Келесі